Ең алғашқы Нью-Мексикода жасалған атом бомбасының сынағының артынан жасалған Нагасаки және Хиросимаға түсірген атом бомбалар қазіргі кезге дейін әлемдегі ең жойқын қару болып есептелінеді. Нью-Мексикодағы Тринити атом бомбасы сынағы 1945 жылы жасалынған болатын. Одан кейін қазіргі кезге дейін 2475 сынақ жүргізілді. Олардың 85%-ы тек қана екі мемлекет жасаған болатын. ақш және Кеңес Республикасы. Жасалған бомбалардың екеуі ғана соғыста пайдаланылды. Хиросимаға және Нагасакиға түскен бомбалар. Бірақ олардың екеуі басқа бомбалардың қасында кішкентай. Мысалы, Хиросимадағы бомба қуаты 15 килотоннаға бағаланған, ал Нагасаки бомбасы 21 килотонна. Айта кетейік, 1 килотонна ол 1000 тиын, немесе 1 тонна 1 тиын. Ендігі кезекте ақш арсеналындағы ең үлкен бомба Б-83 1,2 мегатонна күйінде болған. Ойлап қараңыз, 1,200,000 тиынды жарылғанмен бірде. Егер Хиросимадағы жарылыс 15 килотонна болған десек, Б-83 Хиросимадағыдан 80 есе күшті болған. Сонымен енді кесел право американдықтармен тестіленген ең үлкен бомба деп есептесек, оның қуаты 15 мегатонна болған. Бірақ 1961 жылы қазанда Кеңес одағы әлемдегі ең жойқын бомба Цайр бомбаны тестілеп көрген болатын. Бұл тарихтағы ең үлкен бомба болып қалады. Оны жаңа жер деп аталатын осы бір жерде сынақтан өткізді. Бомба Цайр бомба деп аталды және қуаты 50 мегатонна болды. Немесе Хиросимадағыдан 3333 есе мықты болды. Оның қуатты болғанын мына видео көрсетеді. Видео ұшақтан түсіріліп алынған. Ал анау сонар оқылық ол Цайр бомба және сол ұшақ зақымдалған болатын. Тіпті Норвегия мен Финляндиядағы кейбір үйлердің терезесі осы бомбадан кейін шытынаған. Бомбадан шыққан толқын планетаны 3 рет айналып шыққан. Бірақ бұл сынақ Цайр бомбаның оригиналы емес еді. Жай ғана бета версиясы сияқты болатын. Ал негізгі Цайр бомба 100 мегатонна болуы керек болатын. Кеңес одағының күші шынымен де ондайға жететін. Ол деген сөз Хиросимадағы бомбадан 6666 есе қуатты дегенде білдіреді. Осылардың барлығын өзіміз бір симулятор арқылы сынап көрейікші. Эпицентрді Нью-Йорк қаласы деп алайық. Бұл ақшты жақтыртпайды деген мағына емес. Жай ғана Ньюкмап деген симуляторда алғашқы бетте осы қала тұрған соң ала салдық. Қараңыз, мұнау 2013 жылғы солтүстік Кореяның атом бомбасы сынағы жарылысының алатын аумағы. Ал мұнау Хиросима және Нагасаки. Ал кесіл правоны алсақ, оның тіпті Нью-Йоркты жерден жойып жібере алатынын көріп тұрмыз. Ол бірақ Цайр бомбадан да кішкентай. Жарылыс өте үлкен аумақты алып жатыр. Және бұл тек қана жарылыстың алатын аумағы. Одан шығатын жел бар, толқын бар. Мұхиттың жанында болғандықтан цунамиді де туындатады. Ендігі кезекте сіз білгіңіз келетін болар. Әлемде қанша атом бомбасы бар осы? Әлемде 14185 атом бомбасы бар. Және оның шамамен 80%-ы екі-ақ мемлекетке тиесілі. Ресей және ақш. Ресейде 7000 атом бомбасы бар. Ал ақш арсеналында 6800 бомба бар. Одан кейін диаграмма бойынша Францияда 300, Қытайда 270, ағылшындықтарда 215, Пәкістанда 125, Үндістанда 115, Израильде 80 атом бомбасы бар екен көре аласыздар. Әлемде тек осы мемлекеттерде атом бомбасы бар. Және айта кету керек, солтүстік Кореяда да, әлемде басқа да мемлекеттерде атом бомбалары болған. Мысалы, оңтүстік Африкада 6 атом бомбасы болған. Бірақ бейбітшілікті сақтау мақсатында олар ол бомбалардан бас тартты. Дәл сол сияқты Украина, Беларусь, Қазақстанда да атом бомбалары болды. Егемендік алғаннан кейін үшеуі де ол бомбалардан бас тартты. Мысалы, Украинада 5000 бомба болды. Бұл сан Украинада 3-ші атом державасы етті. Бірақ Украина 1991 жылы барлығын Ресейге берді. Ал Ресей соғыс бола қалған жағдайда Украинаға көмектесуге уәде берді. Дәл сол сияқты біздің ел мен Беларусь та солай істеді. Достар, видео аяқталды. Атом бомбасы жайлы өз ойларында комментке жазып кетіңдер. Лайк басында тіркеліңдер. Бұл Казблокнет арнасы, сау болыңдар.